Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Мен Фариза Ақылбекқызы, Шие ортаңғы тобының тәрбиешісі. Қазір біз сіздермен үй жағдайында балалардың қалай ұсақ қол моторикасының танымын дамытуға болатынын көрсететін боламын. Әйел адамның көп уақыты ас үйде өтетін болғандықтан, балаларға кез келген ыдыста осындай ұнтақ, жармаларды салып, ішіне түрлі ойыншықтар, түрлі заттарды жасырып, балаларға сол заттарды іздету арқылы моторикасын және ол затты сұрау арқылы танымын дамыта аласыздар. Қазір біз сіздермен балалармен осы ойынды ойнап көрсететін боламыз. Қанекей балалар, сіздердің алдарыңызда түрлі жармалар тұр. Осы жармаларды ұстап, ішіндегі заттарды тауып, маған көрсете қойыңдар, жақсы ма? Иә, қанекей жұмысты бастаймыз. Қане, саусақтарыңды жарма ішіне сала қойыңдар, іздей қойыңдар. Іздейміз. Балалар, сендерге ойыннан ұнады ма? Қызықты болды ма сендер үшін? Мінекей аналар, ас үйден шықпай-ақ балалардың бос уақытысын осылай ұйымдастыруға болады. Назарларыңызға рахмет.